Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аса мейірімді, ерекше, рахымды Аллаху Тағаланың атымен бастаймыз. Барлық мадақ, мақтау бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаху Тағалаға ғана лайық. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тағаланың игілігі, ізгілігі, салауаты нәсіп болсын. Және де сол пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның жайдарлы жанұясына, саңлақ сахабаларына, қиямет қайым күніне дейін келіп кететін әрбір мұсылман үмбетке Аллаху Тағаланың рахымдылығы, періштелердің истиғфары, мұсылмандардың қиямет қайым күніне дейін жасаған тағат, ғибадат, құлшылықтарын, ниеттерін Аллаху Тағала өз дәргейінде қабыл еткен болсын. Бүгінгі сіздерменен бөлісетін тақырыбымыз жігітке жеті өнерде аз деген тақырып аясында уағыз насихат болмақ. Жігітке жеті өнерде аз деген нақылды негізге ала отырып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жеті рухани қазық тұғырнамасында мұсылманның тұла бойында табылуы тиіс негізгі жеті көркем сипатты ұсынамыз. Атап айтқанда, имандылық, отаншылдылық, білімділік, еңбекқорлық, мәдениеттілік және әділдік негізін ұстану болып табылады. Міне осы жеті сипаттың бірі еңбекқорлық. Ислам діні, ислам шариғаты жалқаулыққа салынуды құптамайтын дін екендігі. Тарих қойнауына қарайтын болсақ, ең бірінші болып дініміздің әмірін орындаған ол пайғамбарлар еді. Пайғамбарлар өзінің пайғамбарлық міндетін атқарумен қатар өздерінің әр түрлі кәсіппенен шұғылданған еді. Міне атап айтатын болсақ, Адам алейхиссалам егінші болды. Нух алейхиссалам кеме жасауды үйретсе, Ыдрис алейхиссалам тігінші болды. Муса алейхиссалам шопан болды. Дауд алейхиссалам темірден бұйым жасайтын ұста болды. Ал Иса алейхиссалам медицина ғылымының ең шоқтығы биік ұстазы болды. Дауд алейхиссалам патша болуменен қатар өз кәсібінен басқа нәрседен тамақ жемеді. Яғни Дауд алейхиссалам ұсталығымен күн көрді. Ал Закария алейхиссалам ағаш шебері болды. Ал екі дүниенің сардары болған, жәннаттың гүлзары болған, пайғамбарлардың мырзасы болған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам, Алланың салауаты менен сәлемі нәсіп болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрдайым Алла Тағаладан, жалқаулықтан, өзгеге қарыз болудан, кедейліктен, сараңдықтан сақтауын әрдайым Аллаху Тағаладан, әлемдердің Раббысынан сұрады. Міне Адам алейхиссаламнан бастап алған қай бір пайғамбарды алып қарайтын болсақ, өмір тарихына көз жүгіртетін болсақ, олар сол Алла Тағаланың елшілік қызметін, өздерінің пайғамбарлық қызметтерін қалтқысыз орындаумен қатар, өздеріне тән еңбекқорлыққа сондай берік, бекем болғандығын біз сол пайғамбарлардың өмірін оқу арқылы, білу арқылы пайғамбарлық міндетін атқарып қана қоймай, түрлі кәсіптерменен шұғылданғандығын көретіндігіміз. Міне сол себептен де дана халқымыз еңбегіменен ер сыйлы дейді. Бір күні жолда кетіп бара жатқан уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Саад ибн Муаз радиаллаху анхуды жолықтырып қалады. Қол алысып амандасқаннан кейін
пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Сағад ибн Муаз радиаллаху анхудың қолдарының сондай жарылып тілімденіп кеткендігін аңғарады. Қолдарының не себепті тілімденіп жарылып кеткендігін сұраған уақытында отбасын асырау мақсатында қолдарының тілімденіп жарылып кеткендігін айтады. Міне сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Сағад ибн Муаз радиаллаху анхуға қатты сүйініп, қолын ұстап тұрып, Алла тағала осындай қолдарды ұнатады, жақсы көреді деді. Міне бұдан да мұхтарым жамағат, сондай түрлі кәсіптерді меңгерудің, түрлі жұмыстарды намыс көрмей, адалдан нан табудың, тамақ табудың, сондай Алла тағала жақсы көретін, Алла тағала разы болатын амалдан екендігін түсінетіндігіміз. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келесі бір хадисінде Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анху райт етіп жеткізген қасиетті хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: адал кәсіп табуға талпыну парыздан кейінгі парыз деген. Демек, бұл хадистен де адалдан нан табудың, жаңағы біздің 40 парызымыздан кейінгі, біздердің амал дәптерімізге құлшылық болып жазылатын, біздердің амал дәптерімізге сауапты амалдан болып жазылатын, Алла тағаланың алдындағы біздердің дәрежемізді жоғары ететін ұлық болған амалдың бірегей екендігін түсінетіндігіміз. Енді осы тақырыпқа байланысты болған Құран аятында да Аллаху тағала өзінің қасиеті Құран аятында былай деп мархамет етеді: астағфирулла, адамзат тек еңбегіне қарай табысқа жетеді. Сөз жоқ, еңбегінің нәтижесін жедел көреді. Соңында оған еткен еңбегінің бодауы толық беріледі. Күдіксіз соңғы баратын жерің Раббың деп әмір ететін Аллаху тағала Құран аятында. Міне Аллаху тағала бұл аятында да сондай бұл дүниеде Алла тағаланың разылығын көздеп, Алла тағаланың разылығын мақсат тұтып істеген әрбір хайырлы ихсан амалдарымыз үшін Аллаху тағаланың арғы дүниедегі сондай жақсы сый сияпаты, марапаты күтіп тұрғандығыменен Аллаху тағала осы аятында баршаларымызды сүйіншілеп кетеді. Сондай-ақ қазіргі заман мұсылмандарының ең әлсіз тұсы ол білімсіздік екен. Білім үйренуге, ғылым үйренуге деген құлшынысының жоқтығы екен. Ғылым білімнен алыс болуымыздың айқын бір дәлелі киген киіміміз, мінген көлігіміз, тұрмыстық мақсаттағы, қолданыстағы заттарымызды өзіміздің өндіре алмауымыз осы жоғарыда айтқандарымыздың айқын бір дәлел екендігі. Сол себептен де пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің және де бір қасиетті хадис шәріпінде былай дейді: ғылымды Қытайдан болсын талап ет деп әмір етеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл хадисінде мұсылмандарды, жалпы мұсылман ер болсын, мұсылман әйел болсын, білімділікке шақырады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам баршаларымызды. Міне тал бесіктен жер бесікке дейін білім алудың ол шариғат үкімі бойынша парыз екендігі. Бұл тұрғысында да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің және де бір мүбәрак хадисінде келтіреді: білім алу әрбір мұсылман ер мен әйелге парыз деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сол себептен де баршаларымызға білім алу парыз екен. Сондай-ақ осы білімділікке талпынуымыз керек екен. Баршаларымыз осы ғылымды игеруге, түрлі өнерді игеруге, соны
мұсылман бауырларымызға үйретуге атсалысуымыз тиіс екен. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің мұбарак хадисінде өзіңе тілеген жақсылықты өзге бір мұсылман бауырыңа тілемейше толық иман келтірген болып саналмайсыңдар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде. Аллаху тағала баршаларымызды осы айтылған уағыздарымызға амал етуге, Алла тағала баршаларымызды білімді, білікті, инауатты, салиқалы сондай құлдардан болуға Аллаху тағала баршаларымызды нәсіп еткен болсын. Валхамдулиллахи раббил аламин, бирахматика я архамар рахим.